Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жасалу жолы оңай, үйде бар заттармен өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізге помидор, огурцы, жұмыртқа, салатный лист, майонез қажет болады. Ең алдымен осылай қиярымызды майдалап турап алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Содан соң помидорымызды осылай видеода көрсетілгендей турап аласыздар. Салатный листі қоспас бұрын осындай 5 минутқа салқын суға салып қойыңыздар. Шаңы, ішіндегі артық заттар шығатын болады. Содан соң видеода көрсетілгендей майда етіп турап алатын боламыз. Бұл салат жеңіл әрі өте тойымды, дәмді болып шығады. Үйдегілердің барлығына ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жұмыртқамызды осылай ортасынан бөліп турап алатын боламыз. Осылай барлығын бір ыдысқа салып, кішкене тұз қосып, майонез қосып, барлығын толықтай араластыратын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Күнделікті рецепті шығаратын боламын. Осылай барлығын толықтай араластырып, ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Баршаларыңызға ас болсын.